достар, қалайсыздар? Бүгін ерте тұрғаннан кейін біраз уақыт сотка шұғылай тұрайын деп сотканы инстаграмды ашып парақшаларды қарап отырсам, дәулеттен жазып қойыпты, зейнетақы мен жәрдемақыға 40% қосылады деп. Ура! деп айғайлап алдым. Өзімде кішкентайымды қалаға барып тексеретін уақытым болған. Сонымен үйдегі отағасына айттым, ойбай, папасы айлыққа неге жәрдемақыға 40% қосылайын деп отыр екен, 20 мың теңге. Ана 3 баланы салып алайық, машинаға үшеуін салып алайық та, төртеуміз, алтауымыз келдік. Таразға келгеннен оларды балаларға арналған ойын сауық орталығына кіргізіп жібердік. Ол жерге барсам, көп балалы аналарға 20% скидка бар дейді. Мәссаған, мен бүгін жолы болғыш люк болдым ғой деп, 2000 теңгеден кіретін балалар әрқайсысы 1600 теңгеден кірді. Ішке кіргеннен кейін тамақ жеймін деді. Анауысы ананы айтады, біреусі пицца жеймін дейді, біреусі тауықтың етін жеймін деп қоймайды. Сонымен соны алып бердік, 2 пицца бердік, шай алдық, 8360 теңге. Ойбай, Құдай-ау, не жеп қойдым дедім. Сөйтсем, шайының өзі 700 теңге екен. Бір кезде мороженое жеймін деді. Барсақ, анау 500 теңге, мынау 550 теңге, мынау 650 теңге деп сатушы қақсап тұр. 550 теңгелік мороженеден 5 штук алып 2750 теңге болды. Өзіміз ана астынан корзинкадан бір грилап алғанбыз, оны да тақып жүріп жеп алдық бала-шағамен. Сонымен не керек, бір кезде қой қайтайық енді деп қайттық. Алғанымыз памперс 12 мың теңгеге 11.680 теңге ме, сондай болды. Үшін дәрі алдық бала-шағаға. Сонымен суылдап ауылға қайттық. Бала-шағаның бәрі шаршаған, ұйықтады. Содан күйеуім үйге келгеннен айтады маған, айналайын қалбиба, қарамайсың ба, қаяқтың 40%, 4% ғой дейді. Ойбай, 1000 теңгеге